Бейбақ, авторы Төкен Әлжантигі. Бұл әңгімеде күнәға белшесінен батқан Байбала есімді әйелдің басынан өткен оқиғалары баяндалады. Неліктен қартайған шағында елге қарабет болып отыр. Кенже ұлы неге анасын тастап кеткен? Міне осылардың бәріне жауап табатын боласыздар. Ендеше құлақтырып қойыңыздар. Мыналарға оқ тиген бе? Әй, тұрмайсыңдар ма? Жатыстарын шалжайып, тұрыңдар деймін, тұрыңдар. Райханның тосын даусынан Балбала селк етті. Ол ояу жатқан болатын. Құлан иектенген таңды да көрер көзбен атырған. Бірақ шошаң етіп атып тұруға қорынды. Солақ екен, жүрегі де езіліп сала берді. Ол көрпесін қымтанып теріс айналды. Шаң-шұң қайта жалғасты. Қап, мыналарда я? Мына моланы өрт шалса да қың кетпес бұлар. Сонда бәрі маған керек екен ғой. Алып кетемін көріме. Тұрыңдар дедім ғой, тұрыңдар. Демалысымызды жақсылап бір тынығайық та. Атаңның басының демалысы саған. Көз болса мынау, ертеңгі қыста малыңды қай етегіме жасырамын. Шалжиып жатқаныңша, ана қораңды жөндесеңші. Сәл қарсылық көрсеткен ізбасар қоражайы сөз болғанда тілін тістей қойды. Сосын керле есінеді де, әрең тұрып киіне бастады. Бәрін естіп жатқан Балбала ұлының жігерсіздігіне іштей күйінгенімен жаға шалмады. Мына ашудың бір ұшығы өзіне тіреліп тұрғанын сезінген сайын, жігері де жасы түседі. Көзге шыққан сүйелдей болды өзі. Бәргәп келінде тұрса бір жөн. Бар ауыл саусақ шошайтады. Қарабет атандырды. Сондағы жазығы не? Өзінше жақсылыққа ұмтылғаны ма? Ал қателесті, аяғын шалыс басты дейік. Енді өлу керек бе? Ал өлсін, кімнің жері кеңімек? Әй, адамдар-ай, сендерді түсіну теңіз түбіне сүңгіп, ине іздегенмен бірдей ау. Балбала күрсінді. Келінінің айқайынан кейін үйде тіршілік нышандары пайда болды. Қыбыр-қыбыр жүріс, күбір-күбір сөз, әуелі сыздықтатып жетті де, артынан көңілдерінде еш кірбіңі жоқ немерелері үй үшін дуылдатып жіберді. Міне, біреу мұның көрпесін тартқылайды. Апа, шәй, дейді бұлдырақтап. Тілінің тәтісін қарашы. Келе ғой айналайын, келе ғой. Балбала немересін бауырына қысып, кекілінен мейірлене иіскеді. Көзіне жас үйірілді. Жан дүниесін қатып семіп қалған бірдеңе деп ойлаушы еді. Жоқ, қатпапты. О жасаған, бергеніңе шүкір. Ту, иісін-ай, құдды жас кезіндегі ізбасар. Содан бері де 30-ға тарта жыл өткені шын ба, өтірік пе? Райханның шаңқылдаған дауысы қайта естілді. Ендеше шын болғаны да. Пай-пай уақыт неткен жүрдек. Бәрі кеше ғана сияқты еді. Онда ізбасар жаңа-жаңа жүре бастаған. Екеуі Жанғабылды ертеңгілік тракторына мінгізіп салады, қас қарая күтіп алады. Көңілде не уайым, не қайғы жоқ. Жолдасы да өмірге риза. Ол екі иығына екі кісі мінгендей, еңгезердей жан болатын. Сыртынан қараған адамға ожар көрінетін. Бірақ жаны нәзік еді. Кей-кейде бала ұстап тұрған мұны түк көтеріп шыр айналдыратын. Сонда Балбала сылқ-сылқ күліп, көзін жұма береді. Бақыттан бас айналады. Бұлардың маңдайына қуанышты ұзақ жазбапты. Ізбасар 3-ке толар-толмаста Жанғабыл дүние салды. Шөп шауып жүргенде сөніп қалған тракторды екінші тракторға жалғайын деп жатып, екеуінің арасында қысылып мерт болды. Мұндай қайғыны көтеру үшін де адамға ерекше күш керек екен. Балбала көтер алмады. 7 айлық қызын шала туды. Өтіп бара жатқан заман-ай. Сол Гүлдан да бүгінде 2 баланың анасы. Барса кет демес еді. Бірақ ол қыз ғой. Ал қыздың жолы қашанда жіңішке. Күйеу баланың қабағына қарағанша, келіннің кекірігін көрейін деп, Балбала осылай тартты. Енді міне, сопиған отырысы осы. Жоқ, еш өкінбейді. Бәрі аман болсын. Бала да, келін де, немерелері де. Тек қинайтыны халық қарғысы. Олар өмір бойы қарғап өтетін шығар. Шәй үнсіз ішілді. Үлкендердің қабағы келіспеген соң, балалар да артық уыз қыңқылдай қойған жоқ. Алғашқы кесені тауысқан соң, Балбала тұрып кетуді де ойлаған. Бірақ әлде қандай сезім етегінен басты да қалды. Ол көз астымен бала мен келін сыңайын барлады. Онсыз да ақсары келіні сұп-сұр. Ертеңгіліктегі ашудың табы әлі тарамаған ба, тырысып отыр.
Үбілген көздері айналасына от шашатындай, қаймажықтай еріндерін жымқырып алған. Сол еріндерді сәл ашса, не түрлі бұлапыттар төгіліп кететіндей. Ол жайбырақат. Айналадағы тіршілікте түк шаруасы жоқтай, кеседегі шайды сорапта бәлек. Балбаланың көзі Ізбасарға ұзақ тоқталды. Айнымаған Жанғабыл. Еңгезердей тұлғасы, тұтаса біткен қою қабағы, дүрдек еріндері, қара торы өңі, адамға жылы ұшырай қарайтын көкшіл көзімен жер қозғалса да қозғалмайтын ауыр мінезі, бәрі әкесі. Тек сәл кекселеу, 30-ға енді шыққанына қарамай жазық маңдайына әжімдер түсіпті. Олары әсіресе әлденеге таң қалып, қабақ көтергенде тереңдеп кетеді. Өтіп бара жатқан уақтай, деді Балбала іштей қайталап. Сосын тағы күрсінді. Бала мен келіннің жалт-жалт қарасқанына мән бермеді. Бәрі күні кешегідей еді. Осы Ізбасарға босанарында, толғақ қысқанда, Жанғабыл жанын қоярға жер таппаған. Түннің ортасы болатын. Іші бүріп бара жатқан соң күйеуін оятқан. Ол алғашқыда көзін жыбылықтатып ұзақ отырды. Балбала бебеуле бастағанда, не істерін білмей алақтады. Ауыз үйге жүгірді, қайтадан бері өтті. Құшақтап өбектемек те болды. Бірақ толғақ оған қарайма, күшейе түсті. Балбала бүгілді де қалды. Бар білетіні Жанғабылдың денесін тырмалай береді. Ал күйеуінің көзінде жас. Иә, жас баладай еңкілдеп жылап отыр. Көршінің әйелін шақыршы, деді Балбала бір есін жинағанда. Жанғабыл жанынан сонда да кететін емес. Өлтірмесең шақыршы. Күйеуі бәрін сонда ғана түсінгендей безектеп ала жөнелді. Сол түні таңмен таласа сәби шырылы құлағына жеткен. Соның артынша ішке апырақтап Жанғабыл енді. Рахмет саған, өмірге менің ізімді басар жаным келді. Атын Ізбасар қояйық. Бұған ренжімейсің бе? Дейді ол екі езуі екі құлағының түбіне ілінген күйі. Болсын, деді Балбала жымиып. Осыны естуі мұң екен. Жанғабыл дабырлай кіріп келе жатқан елге қарамастан, мұның бетінен сүйіп алды. Шіркін, сол сүйудің табы өлгенше өшер ме? Өшпес. Есіне алса беті алаулай жөнеледі. Бұл да қимас шақтың белгісі болса керек. Балбала Ізбасарға қайта қарады. Ол өзімен өзі. Сусамыр болғандай-ақ аузынан кесесін айырмайды. Маңдайынан шып-шып тер шығыпты. Онысы көзіне құйылады. Бірақ та елен қылатын бала жоқ. Алақанмен сыпырып тастап, кесесін тағы аузына тосады. Ол әлден уақыттан соң ғана кесені ысырып былай қойды. Ту, сусыным бір қандау, деді сосын қолымен бетін желпей отырып. Келін мырс етті. Мына кейпіңмен сен мені де жұтып қоярсың. Жаныма жақсаң, несі бар, жұта саламын. Бірақ сен керек адамсың ғой. Ұлы әзілдегенсіп жымиған еді, келіні тырсия қалды. Несіне керексейсің, жұта салмайсың ба? Әлде біреуге бір құл жарайды демекпісің? Ой, сен де. Білем ғой ойыңды. Мен жүрсем отыңмен кіріп, күліңмен шығып, сен жүрсең өзің айдау, жағаң жайлау болып, солай емес пе? Қойш енді. Баяғда қойғанмын мен. Тек соны сенің әлі күнге түсінбей жүргеніңе кейімін. Мен... Райхан көзіне жас алды. Балбала ши шығармауды ойлап, араға араласпады. Өмір-ай, бұлтарас бұлтаңың, жықпыл жыңғылың көп бау сенің. Алғаш келін болып түскенде Райхан қандай еді? Сызыла отқа, май қойып тұрғаны, жүзін арттай жанып, шымылдық тасасында отырғаны, Балбаланың әлі көз алдында. Соған қарап Құдайға тәуба айтқан. Елде кәукілдесіп, басыңа бақ қонды дескен. Дегенмен бақ ұзаққа қонбады. Ай өтпестен ұлы бөлек шығуға рұқсат сұрады. Бұл әлде келіннің қыңқылы, әлде ұлдың тілегі екенін ол шақта ойлаған жоқ. Еншісін бөліп берді де, ырғап-жырғап шығарып салды. Екінші ері тоқтамыз. Сәл тұра тұрмай ма? Өз қолдары өз ауыздарына жетсін, ыстық суықтың дәмін татсын. Сосын қарсылық жоқ. Оның үстіне ел не демек? Өсек аяңға жол берсе, деп күмілжігенде де басып тастады. Осы үйді сатып әперді. Алдарына мал салды. Сол бала мен сол келіннің түрі осы. Өз қолыңда өзің кесесің бе? Өмір Балбаланы шыдауға үйреткен. Ол әлі де шыдай бермек.
Қыркүйектің соңы болса да күз демі білінбейді. Жаңбырлы жаздың шарапаты ма? Жылда бұл шақта сап-сары түске енетін дала көкшіл реңінен әлі арыла қоймаған. Тек қоян жонды төбелердің бастары ғана саржолақтанып жатыр. Үй ішімен қора қопсыны жөндеуге шыққанда, оларды мамыражай күн қарсы алды. Аспанда шөкім бұлт жоқ. Ауада үп еткен жел білінбейді. Сірә биыл қыс түспес-ау, деді ізбасар, күнге көзін сығырайта қарап. Елдің ризығы шығар. Балбаланың сөзіне келіні мырс етті. Өз басымызда ойламасақ, елдің ризығы бізге несін бермек? Олай деме балам. Ел көл, біз тамшымыз. Көл болмаса баяқда қорғап кетер едік. Көл көсірлігімізде шамалау. Райханның неге меңзеп бара жатқанын сезсе де, балбала үндемеді. Етегіне орала берген кішкене немересіне еміренген кейіп танытып сырт айналды. Келінмен ортақ тіл табыса алмайтынын келген күннен білген. Бірақ тағдырға не шара, көнеді де. Ол іргеден басталып, алыстағы көк сеңгірге қарай созылған жолға мұңая көз салды. Осы жолмен жүре берсе, бір қауым елге, кезінде ашса алақанында, жұмса жұдырығында тұрған елге тап болатынын балбала жақсығады. 90 шақырым. Әйткенмен оған жетуге зар. Сонау көк сеңгір мұның алдына қойылған бөгет. Одан аттап та, секіріп те өте алмайсың. Өтуге талпынсаң, қақпақлап кері қайтарады. Тағдырдың әмірі солай. Балбала сулана берген жанарын сүртіп, қара жолды тағы барлады. Иә, бұл жолдың ой шұңқырына шейін жақсы таныс. 3-4 бел ассаң өзек бар. Көктемде ойдым-ойдым су пайда болады да, оған құс қаптайды. Қаңқылдаған, сұңқылдаған, шықылықтаған дауыстардан құлақ тұнады. Базар ұзаққа да созылмайды. Жаз ортасында сулар құрғап, құстар басқа жаққа ауып кетеді. Сусы сәні келмейді ғой. Балбала да қазір сол құстарға ұқсайды. Қуаныш суын ерте буландырды да, осы жаққа қоныс аударды. Нәр берген, ұя салған өзегі, баспанасы тым шалғайда. Оған бәлкім өмір бойы қолы жетпес. Жаңғабыл қаза тауып, 2 баламен бұл боздап қалғаннан 2 жыл өткенде, балбалаға тоқтамыз үйір болды. 40-тың қырқасына шықса да, өзін-өзі күтетін, үстіне қылшық жуытпайтын сырбаз жан, әуелгіде амалсыз жер қарап жүріп, машиналары сынған соң табалдырықтаттаса, кейіннен арнайы ат сабылтатынды шығарды. Қараңғы түсімен жат көзден жасырынып кеп есік қағады. 2 баладан өзге ермегі жоқ, дағарадай үйде жаны күйзілген балбала оны әжеп теуір сүйеніш көреді. Тық-тық еткен дыбыс естілісімен есікке ұмтылады. Содан таң қылаң бергенше әңгіме шертіседі. Мұндайда білте шамның өлеусіреген жарығы да, 15 жылға жуық жас айырмашылығы да бөгет емес. Бірақ ұяттан аттаған шақтары болмапты. Келе-келе тықыр естілмесе, тыпыршитынды шығарды. Тоқтамыз 3-4 күн соқпаса, кәдімгідей өкпелейді. Сондағы бар бітіретіні біразға шейін ілгекті ағытпайды. Қолы тұтқаға 10 барып, 10 қайтады. Ақыры сағынышы жеңеді. Сәл өткенде тоқтамыз ыржиып төрге жайғасады. Сондай тынышсыз күндердің бірінде тоқаң: «Балбалай, тұлпар көңілге тоқтау бар ма? Тізгінді тарта-тарта қолым талды. Алақаным күлдіреді. Тағатым да болдырды. Айтпайын деп едім, өзімді өзім тежей алатын емеспін. Арам ойы деп ұқпа, адал ниеті деп біл. Мен сенсіз тұра алатын емеспін, демесі бар ма?» Балбала жанына шоқ басқандай оқыс сел кетті. Бажырайып тоқтамысқа қарады. Жоқ, шын айтып отыр екен. Ат жақты аққұба кісінің жүзіне қан ойнап шығыпты. Балбала көзін төмен салды. Не жауап қатпақ? Жарайды деп жайылып түссеше, көңілінің қалайтыны сол ғой. Әлде мүмкін емес. Бір арыстан өлідей айрылды, екінші арыстан тірідей айрылмақ па? Бетін аулақ. Тоқтамыз ойын әрі сабақтады. Білемін, саған батпан зіл артып отырғанымды ұғамын, балбала. Бірақ сен де ойланшы, үстірт емес тереңнен толғашы. Адам дүниеге жалқы келгенімен өмірде жалғыз бола ала ма? Онда көңіл бар, онда жүрек бар. Көңіл өз биігін аңсайды, жүрек өз ықтиярын алға тосады. Сол ықтияр мені де тыншытпайды. Шынымды айтсам, бұл сөз менің көкейіме ерте қонған. Әйткенмен бұрын қанаттандырып, ұшыруға шамам жетпеді. Жасқандым. Сен жоқ десең, шымға батарымды сездім. Бүгін тәуекелге бастым.
Мың сіз бізден бір шыжбыш артық қой деп ойладым. Ал енді сорға саласың ба, баққа бөлейсің бе, өз еркің. Балбаланың жаны осы сөз үстінде мың құбылды. Санасы өткен шаққа ойысса, жүрегі болашаққа ұмтылды. Сонда қалай, қос қолының өзге біреуге телміртпек пе? Осы ойын сезгендей тоқтамыз тамақ қырнады. Жалынға оранған жанымның дәруі өзің деп келіп отырмын. Уайымың қос қанатың, қос құлының болса, сен тұрғанда, мен тұрғанда, оларды маңдайынан шертетін жан табылмас. Сен бақыттысың, балбала. Соңынан ерген екі алтын асығың бар. Ал мен не дейін, сенің қанаттарың, менің де қанаттарым екенін ұқ. Өшсем, ұшсам бірге ұшайын, қонсам бірге қонайын. Балбалада ерік қалмады, ағыл тегіл жыладай келіп. Ақыры олар бас қосып тынды. Ел көгөзекке шейін ырду-тұрдумен шығарып салды. Ия, қара жолдың айтары көп. Бұл жолмен бөлек шыққанда Ізбасар да көшін тартқан. Бұл жолды немерелері де шиырлады. Бірақ бәрі кезінде өткен оқиғалар. Қазір қанша қарасаң да қара таппайсың. Меңіреу дала, тас керең белдер, үн-түнсіз. Балбала немересін көтеріп, жұмыс үстіндегі ұлына беттеді. Ізбасар әдеген шақ жерді қазып, 4 бағананы орнатып тастапты. Екі жағынан тақтай қағып, арасын сабан шөп шаламмен толтырсақ, мынадай қора шықпай ма, дейді бас бармағын көтеріп. Көз қорқақ, қол батыр дегеніміз осы да. Ой, апай, ел ұлыңды жалқап атайды, ал мен бір кіріссем. Араға Райхан араласты. Жәжә, аспа, одан да мұнан айтшы, сол шөп шаламды қайдан алмақсың? Ол сөз бе? Қазір Мақашқа шауып барсаң, машинасымен сүретте береді. Әй, сол құрдасыңнан қайыр болса. Өзің баршы, келмеді бар ғой, мойнын үзіп алайын. Ендеше мен ертерек сол көк соққанды жағалайын. Тәңір жарылқасын, сөйте қойшы. Мақаш бөлімшенің маңдайына біткен жалғыз машинаның жүргізушісі, ауыл басшысының қолбаласы секілді. Анда тарт, мында шап дегенге сөз қайтармайды. Сондықтан да ел абслуг машина деп атап кеткен. Балалардың өздері сары кабиналы газ 53-ті көре қалса, абслуг келе жатыр деп сандарын шапалақтасып жүгірседі. Райхан ауыл шетіне қарай жортақтай жөнелді. Әй, ұлы ептау, келіні қанша жерден табалағанмен еркек қой, еңсеріп-ақ жатыр. Балға ұстасы, қимыл қозғалысы, құтты жаңғабыл, болда араласқан ісін опырып тастамайынша дамыл таппайтын. Бірде қыс ортасында көршінің қорасын өрт шалсын. Үйілген мая шөп қояма, көзді ашып жұмғанша тып-типыл болды да қалды. Не істеу керек? Өрттен қалған малды қайда паналатпақ? Осындай жанды сұрақтар бас көтергенде іске жаңғабыл кірісіп берсін. Ол әуелі бульдозермен күл қоқысты сырғызып тастады да, өз қорасына жатқан бөрене тақтайларды арқалап тасыды. Дәл осылай бағаналар тұрғызды. Сосын оны тақтаймен көмкерді де, арасына сабан тығып, ұядай қора жасап шығарды. Сондағы елдің алғысында шек болсайшы. Жыл бойы жаңғабылды жүретті. Бірақ көнермейтін дүние жоқ қой. Ел санасында ол істе көне тартты. Балбаланың ойында ғана кей-кейде жарық береді. Байқап қараса жаңғамыл мен Ізбасар бір арман, бір мақсат, бір жолды жалғастырушылар сияқты. Тәңірі екі бірдей ұқсастық болмасын деп жаңғабылды алған еді. Сөйтсе, орнын жоқтатпауға Ізбасарды қалдырып кетіпті. Онысына да тәубе. Ал енді ұлының үзігін кім жалғамақ? Мына қара домалақтар ма? Балбала қыңқылдап етегіне оралған немересін көтеріп алды. Әрине, осылар жалғайды. Әй, айналайындар, осылардың жолында шейіт болса, арман бар ма? Қой, тағы нені ойлап барады? Өлмейді. Мына қара домалақтардың қызығын көреді. Келін сүреді, шөбере сүйеді. Тек соған дейін жетсе. Әлде қайдан машина гүрілін естігенде Ізбасар елең етті. Әп, бәсе, Ізбасардың сөзін Мақаш жерге тастаушы еді. Әне, құйындатып келеді, сабазың. Сөйткенше сары кабиналы газ 53-те шаңды бұрқ еткізіп тоқтап, кабинадан киіктің асығындай жұқалаң жігіт түсе берді. Ассаламағалейкум. Иә, іске сәт. Әлік салам. Сол, әйел айтты, біз күндіктің кебін киіп жатырмыз. Әйел әмірі аш белден тиген сойыл ғой. Біз оны ерте мойындағанбыз. Ал сенің бас үйің бағынғаның. Өтпеске шара қалды ма? Райханның қабағы осы кезде ғана жазылды. Ол шықылықтай күлді. Пай, бағынып қалыпсың. 10 күн қақсап бір мойындатып едім.
Енді мұның шағынуын қара. Ерің не десе о десін. Мен саған ризамын, Райхан. Сәл де болса тәубесіне келтіріпсің. Ананың қараш деймін. Жүрегін әбден ұшырғансың ау. Тіпті мойын бұруға жарамай қалыпты. Жастар көкілдескен сайын күнзақ маңайды тұмшалаған салмақ сейіле берді. Осыған қарап тұрып, балбаланың да еңсесі көтеріліп қалды. Бәсе, деді ол ішінен. Өмір осылай өзгермес пе? Қандай жарасымды. Тіпті мысқалашу болмағандай. Ризамын, Мақаш, ризамын. Осылай анда-санда соғып, жылылық таратып тұрсайшы. Ал, сен айттың, мен жеттім, деді. Мақаш көлденең жатқан бөрененің үстіне отыра беріп. Енді не бұйырмақсың? Не бұйырушы едім, көрмей отырмысың? Мына қабырғаларды тығындауға сабан керек. Ізбасар Мақаштың жанына жетіп шылым тұтатты. Ол үшін машинаңды аямассың. Салдырлауық темірді сенен аяп не қара басыпты. Тілегін орындалады, тек бүгін емес, ертең я арғы күні. Бүгінше, жолға шығамын, құрдас, жолға. Менің де дігершім жеткілікті ғой. Әлгінде бастық совхоз орталығына баруға бұйырған. Соған жүріп барамын. Келген соң алғашқы ісім қораңмен болсын. Келістік пе? Алғабасқа барамын де. Бұйрық солай. Жөн. Алғабас дегенге ерең еткен балбала тағы да қара жолға көз тастады. Сонау көк сеңгірдің арғы бетіндегі ауылға сапар шекпек. Мақаш қандай бақытты еді, Алғабас. Оны көрмегелі де біраз болыпты. Өзгерді ме екен? Жүрегін сағыныш кернеді. Жүргізушінің алдына қалай жеткенін де аңғармай қалды. Мақаш, шырағым, жаңсақ естідің бе? Алғабасқа барамын дедің бе? Деді алқынғандай. Апа, сен білерсің, онда қызым Гүлдан тұрады. Соған соқсаң. Соғайын, апа, Гүлданды білемін ғой. Соның амандық саулығын білші, Жақсы, апа, жақсы. Тағы да балбала тілін тістей қойды. Көмейіне тығылған алмас атты есімді айталмады. Оған ауызы бармады. Сөйтші айналайын, сөйтші, деді одан кейін асығыс сөйлеп. Көзіне жас тығылды. Онысы сәл бүгілсе, ыршып-ыршып түсердей. Балбала теріс айналып, бұл маңнан ұзай берді. Заманай десеңші, адам да қызығау, басына бақ қонса айға шабады. Құлап мерт болу ойына да келмейді. Жүрегі алып ұшып, өңге бір әлемді шарлайды. Сонда көлеңкедей соңынан еріп жүрген сор барын да ұмытады. Балбала да сөйтті. Бақыт пен сордың үзеңгілес екенін айырмады. Тоқтамысқа қосылып өмірге алмас атты ұл келгенде, дүние нұрға тұнып тұрған. 26-дағы келіншек толықсып, гүлдей құлпыра түсті. Арыған денесі толыңқырап, кеудені көтеріңкі ұстады. Күйеуінің бастық екені жүрегін мақтанышқа бөледі. Алғабас ол кезде шалғайда жатқан адгон болатын. 30-40 шаңырақ бір үйден енші алып бөлінген кіндіктестердей ойымшыл. Сондықтан ба жастығына қарамастан үлкенге жеңге, жасқа шеше атанды. Тоқтамыс та керімақ, осынау жанды 40-тың үстіне шықты деуге ешкімнің аузы бармас. Сыптықтай дене, соңғақ бой, отты жанар, келіншек көңілінің құрды. Өмір дөңгелегі өз еркімен айналып жатты. Жерге бірнеше мәрте қар түсті, бірнеше мәрте көктем шықты. Бір кереметі, алмастан соң балбала тыйылып қалды. Бірақ осы аздың өзіне Тоқтамыс мәз. Өлгенімді тірілтіп, өшкенімді жандырдың. Енді өлсем де арманым жоқ. Себебі артымда тұяғым бар, дейді есе сөйлеп. Кейіннен аткон жекі колхозға айналды. Оның төрағасы болып Тоқтамыс сайланды. Сол шақта ауыл қарасы да бір шама өскен. Жаңадан көшіп келушілердің арасынан бақталастар да шыға бастады. Әсіресе қатшаның тегеуріні ерекше. Бригадирдің әйелі жасының үлкендігін міндетсіне ме, әйтеуір өр. Қатша қатпа қарағатын. Ашуланғанда аузынан ақ ит кіріп, қара ит шығады. Содан да болар, дегенше ауылды ықтырып алды. Тек балбалаға ғана тісі батпайды. Қанша айтқанмен бастықтың әйелі ғой. Бірде қатша үйге келген. Ойбай-ау, сіңлім екенсің ғой, бұрын қалай білмегем, деді ол табалдырықты, аттар-аттамастан. Әлгінде ғана естігенім. Ой, айналайын-ау, біле білсең туыспыз, мен де көзеймін, ерім барқы. Әлгі біздің мәссек, елім деп емешегі үзілгесін көшкенбіз. Айналайын алтын ел жақтырмады, қанның бірлігі де. Содан ұзақ-ұзақ шай ішілді, әңгімеден әңгіме өрілді. Балбаланың оққаны қатшалар осыған шейін аудан орталығында тұрыпты. Кеуі пенсияға шығарға жақындаған соң,
Малға жайлы, жанға тыныш осы өлкеге көшіпті. Тағы бір ерекшелігі қатша бұрын 2 адамға тұрмысқа шығыпты. Олардан пұшпағы қанамаған екен. 3-ші ерінде Құдай көз жасын иіпті. Бірінен соң бірін беріпті. Кенжелері Алмасжанның түйдей құрдасы болып шықты. Есімі Кенжетай. Кетерінде қатша аралас құралас жүруге, тұтас жақындықты сақтауға үндеді. Заман-ай десеңші. Әркімнің өз қадірі өз уақытында екен ғой. Сәнді өмірдің буында жетілген балбалаға қырындаушылар да бартын. Әсіресе дүкенші Қалижанның екпіні ерекше. Кездескен жерде көзімен ішіп жеп, әзіл тастауға құмарақ. Оңашада мықынға қол жүгіртетінін қайтерсің. Балбала алғашында шамданатын. Келе-келе бойы үйренді ме? Әлде өзімен түйдей құрдашаның қытықты қылығы жеңді ме? Елемейтінді шығарды. Назды жымияды да қояды. Осындай ұйқы-тұйқы шақта тоқтамыстың да төсек тарта қалғаны. Жасынан жабысқан кеуде ауруы мендеп бас көтертпеді. Сөйтсе, ері бұрын елге сырын ашпапты. Ол ауыр сырқат иесі екен. Ақыры күйеуі аудандық ауруханаға түсті. Жыл жатты. Балбала 2 аралықта шаболдаумен жүрді. Көрінге машинаға жалынады. Трактормен барған күндері де болды. Жаздың жаймашуақ күндерінің бірінде тағыда бармақ болып жиналған. Өзінше тамақ істеп, буынып түйініп отырғанда Қалижан сап етсін. «Бәке, сен жол жүрет деп естідің бе?» деді ол жымиып. Балбала күрсінді. Жағдай қиын боп тұрғаны. Ештен етпес. Қалижан көзін қысты. Жолымыз бірге екен. Менің де тұтынушылар қоғамында шаруам бар еді. Онда бөгілмелік. Ананың сынаптай сырғып тұрғаннан көңіліне секем алған балбала қарсылық білдірейін деп еді, шамашы жетпеді. Басқа кімге жалынбақ? Аудан орталығына түс ауа жетті. Тыныштық сағатында еріне жолықты. Кәкір шүкірлерді сөз етісті. Кеш батпай қайтадан Қалижанның көк москвичіне мінді. Жүрдек машинаға жер қашықтығы не тәйірі. Олар әп деген шақ орта жолдан асып та кетті. Міне, осы арада дүкеншінің бөлек мінез танытқаны, бұл жолдан қиыстай беріп, тау аңғарына енді де тежегісті іске қосты. «Бәке», деді сосын, «тіршілік күйбеңмен көзімізді тарс жұмып жүріп көретін көп жайдан қалтарыс қалыппыз. Мына табиғат, мына сұлулық адамдардың еншісіне берілген шығар. Ендеше біраз тамашалайық». Бір сұмдықтың жақындаған жан дүниесімен сезінген балбаланың жүрегі дір етті. Ол жалынғандай Қалижанға қараған. «Анау жайбырақат машинаның алдында тұр. Түссеңші, тағатсыз күтудемін», дегендей езу тартып қояды. Қандай сайтанның түрткенін білмейді, түсті. Газеттен жайылған дастарханның шетіне жайғасты. «Балбала», деді Қалижан, қан үстес коньякты қолына алып. «Біз пендеміз, ет пен сүйектен жаратылғанбыз. Күлеміз, жылаймыз, өрекпейміз, басыламыз. Бәрбір өлеміз, салдырап қаламыз. Біреулер, ол дүниеде жұмақ бар дейді. Жоқ, балбала, біздің жұмағымыз осы әлемде. Мынау тамылжыған табиғат, сен және мен. Ендеше осы өмірдің сәнін келтіретін сенің денсаулығы үшін көтерейік». Алды, коньяк емес қан жұтқанда жүрегі лоқсып барып басылды. Ақыры бәрі тінді. «О жасаған, күнәһар етейін десең опаңа екен-ау. Жақсылыққа тұнып тұрған әлемнің быт-шыты шықты». Шайдай ашық аспанда найзағай жарқылдады. Ол үйіне жетіп төсегіне қисайғанда ғана есін жинаған. Сонда ұятты, арды таптап өткені санасына еніп, булыға ұзақ жылады. Ертеңіне ертелетіп дүкенге барды. Қалижаннан өзге жан жоқ екен. «Кеше біз түс көрдік», деді қатуланып. «Сен де, мен де». «Ой бәкей», Қалижан қалбалақтай құшақтаған еді, қолын қағып тастады. «Естіп тұрмысың? Біз түс көрдік, жаман түс. Ол тісіңнен шықса, есіңде сақта, жаныңды еншілеймін, ал сенің жаныңның маған керек емесін білесің. Олай болса...» «Шықпайды, балбала, ант етейін, шықпайды». Қалижан иығына қолын салды. Жүзі құп-қу. «Бірақ сенің де жадыңда жүрсін. Мен сені ермек етуді ойлаған жоқпын. Мен сені шын сүйдім. Білдің бе, шын ниетіммен қаладым. Өмір бойы аңсап өтемін». Мазақ күткенде алдына шыққан мына көрініске тап болған келіншек жасын сықты. Қалижан айтқанында тұрды. Жабулы қазан, жабулы күйінде қалды. «Шіркін, заман-ай десеңші». Уақыт дөңгелегі тынымсыз алға сырлап, балбала қырықтың қырқасына шықты. Ол қыз жетілді.
Ізбасары үйленіп, отау болып шықты. Араға 2 жыл салып, Гүлданы тұрмыс құрды. Ендігі сүйеніші Алмас қана. Тоқтамыс аурудан айықпады. Бірде ауруханада, бірде үйде. Еті қашқан, денесі олпы-солпы. Сүйектері сыдиған тірі аруақ. Бөлек ыдыстан аш ішеді, бөлек төсек жамбасын тескен. Кейде көрер таңды көзімен атырады. Таусылмайтын ыңқыл-сыңқылдан әйелге де ұйқы жоқ. Ертеңгілік жүзі домбығып, көңілі құлазып тұрған әйеліне Тоқтамыстың жаны шидақ. Дегенмен қолдан келер дәрмен қайда. Жаным-ай, қызықты меңзеп шыжық ұстаттым-ау, дейді мұңайып. Сәл шыда, сәл ғана төс, сосын мен де жоқ боламын. Күйкі түрлік адамды жалықтырады екен. Соңғы кезде балбала тауанғарын жиі есіне алатынды шығарды. Бұл оқиғаны өлтіріп, мәңгілікке көміт тастағанмын деп ойлайтын. Қателесіпті. Әлдекім мәпелеп, көтіп баптаған соң, онысы тамыр жайыпты. Тіпті гүлдеп шығыпты. 40-тан асқан 40 жасында көңілін түрткілеп жүр. Аңсаған тәнінің дауасы ма, әлде кездейсоқтық па, бірде Қалижанды Құдай айтап келгені. Тоқтамыс екеуі ұзақ әңгімелесті. Артынан балбаланы шақырды. Балбала, деді Тоқтамыс демін ауырсына алып. Қалижан келісіп отыр. Сен менің рецепттерімді ал да аптекке бар. Дәрі таусылыңқырап, жайым болмай барады. Сол күні ескі жыландар бас көтеріп қақаңдасын. Бәрін бастаған өзі. Дәріні тауып, істері оңынан шыққан соң, қайтар жолда. Баяғы орынға соғайықшы деді. Анау тілегін қайтарған жоқ. Дүниені өрт шалды. Маңай лап-лап етеді. Бәрін бастаған қосшалын, балбала мен Қалижан. Олар тілдерімен тіршілікті жалмап барады. Өздері де күйетінін ескермейді. Ауылда өсек, дүңк-дүңк, беттерін шымшысқан, еріндерін шығарысқандар қаншама. Балбаланы көрсе саусақ шуш айтсад, бұрын ел анасы еді, енді өлде ғана бары. Топалаң шақта Алмас әскерге аттанды. Балбаланың жол ашылды. Бірде таңға жақын Қалижан, бұл кезде ол алдынала отбасынан айырылысып, басқа жаққа қоныс тепкен. Көк машинаны есік алдына тоқтатты. Гүр еткен дыбыс шыққаннан кейін елең еткен Тоқтамыс арсы-күлсі табалдырық аттағандарды көргенде сұлық қалды. Әйелі мен Қалижан керует аяғына жүгінгенде де үндемеді. Ошағыма от ойнатты деме, Тоқтамыс. Тең-теңімен, тезек қабымен. Айыптымыз, бірақ шегінер жер жоқ. Қалижанның сөзін балбала жалғады. Қарғарсың, қарға оныңа лайықпын. Дегенмен жолыма тұрма. Мен өзге көлге қонуға барамын. Тоқтамыс сонда ғана басын көтерді. Әуелі күрк-күрк жөтелді. Сосын тілге келді. Кінәламаймын, балбала, саған еш кінә жоқ. Бәрі өзімнен. Атаңа нәлет ауру жабысты. Айбарымнан айрылдым. Қайратым күл болды. Сеземін, төрімнен көрім жуық. Сондықтан бағыңды байламаймын. Бір өтінерім, Алмасты жетімсіретпе. Ол мына қылығыңды кешіре ме, кешірмей ме, білмеймін. Әйтеуір тосқауыл бола көрме. Тағы айтарым, о дүниеде маған қажеті болмас. Қолыңды қақпаймын. Алатыныңды ал. Әлгінде машина гүрілін естіген сияқтымын. Жаңа қонысқа құр барғаның ұятта. Ой жалған дүние-ай. Адам бір айуанға айналса, қайтып үйрін табуы қиын екен. Дәл сол сәтте бұлар айуанға айналыпты. Бар жақсыны қорапқа тиеп, қаңыраған үйде ауру жанды қалдыра берді-ау. Жүруге дайындалған шақта тосын айқай құлақ жарды. Көріңде өкіргір балбала, көріңде өкір. О қарабет, о нысапсыз ит. Аттан, жау шапты, аттан. Таныды, қатша мен шалының дауысы. Ия, балбала осылай адасты. Достар, осымен бейбақ әңгімесінің бірінші бөлімі тамам. Екінші бөлімде балбаланы тағы да қандай күнәлар күтіп тұр. Оның осындай ауыр күнәсін ұлы кешіре ме, кешірмей ме? Балбаланың өмірінің соңы немен аяқталады? Елден кешірім алала ма? Осы жайы сіздерге қызықты болса, каналыма жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда бейбақ әңгімесінің екінші бөлімін қалт жіберіп алмайтын боласыздар. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.